Сәлем достар. Бүгін сіздер Бибінұр Қарибосының аккаунтындасыздар достар. Менің көңіл күйім жоқ. Өйткені неге десеңдер, өйткені маған лайк ешкім баспайды, комментарий жазбайды, просмотрда жинай алмаймын. Достар, сол үшін мені қолдай алмайсыңдар деп не алып отырмын, соны сіздерден сұрап кетейін деп жатырмын. Не үшін екенін. Өйткені мені жақтырмайсыздар ма, или мен монтаждамағаннан ба? Әр видео салғаннан кейін мен монтаждамаймын, монтаждауды білмеймін. Достар, білем ғой просто, бірақ монтаждамаймын да. Монтаждамағаннан бола ма, егерде нем бола ма, достар? Неден бола ма? Сіздерден бола ма, или просмотр өзім жасамағаннан бола ма, достар? Білмей отырмын. Сол, достар, айтпақшы достар, сіздер мені қолдамағандан сіздерге ренжіп қалған, достар. Сол үшін, өйткені мені еще қолдамайсыңдар, лайк та баспайсыңдар. Еще әр видео салғаннан кейін өткенде мелодидан қашқанын сіздерге ұнады ма, қалай білсін. Сосын барып, мен ұнамаған шығар деп лайк баспағаннан кейін, ұнамаған шығар, просмотрда жиналмаған екен, ұнамаған шығар деп ойлаған. Содан, достар, айтпақшы, ертең бізге жаңадан қыз келеді. Оның аты Кәусар. Ол Қарибос, тоже Қарибос. Ол да менің ауылымда тұрады. Ол менің туысқандарым бола ма, білмеймін. Айтпайтын болады. Қандай болады. Ал бірақ бағанағы Жансезім деген қыз, ол Қарибос емес, ол Жанәлі, Жансезім болады. Өйткені оның да ауылы сол, бірақ білмеймін, ауылы сол болса Қарибос болады ғой деймін да. Ол да сияқты тұрады, бірақ менің үйімде. Бірақ ол папасының үйінде кетіп қалды. Оның жағдайын сұрасаңдар, оны сағынып қалсаңдар, ол папасының үйіне кетіп қалды. Достар, егер достар, мен қатты ұнамасам, комментарий жазып кетіңіздер. Өйткені мен көп лайк жинауға, өйткені мен просмотр істемегенімнен ба, или дұрыс салмағанымнан ба, достар, білмей отырмын. Сол үшін достар, Бибінұрдың қызықтарына жазып алыңыздар.